Баршаңызға қайырлы күн. Сіздермен Travorim компаниясы жөніндегі ақпаратпен бөлісетін болам. Алдымен өзімді таныстырып кетейін. Менің есімім Луиза Жанбекқызы, Алматы қаласынан боламын. Көп балалы аналардың қатарынанмын, яғни бес ханшайымның анасымын. Travorim компаниясының тәуелсіз серіктесімін. Travorim арқылы саяхатта және бизнес жаса. Кейбір адамдар мына өмірден шаршап жатады. Кейбір адамдар шаршағандықтан күш таба алмай, қайдан энергия табатынын білмей жатады. Энергияларын жоғалтып жатады. Ал кейбір адамдар жұмыстарынан жолы болмай, жұмыстарынан шығып қалып жатады. Ал біреулер өз жолдарын таба алмай, өзін таба алмай, өзін жоғалтып алып жатады. Осындай жағдайда ең керемет дәрумен, ең керемет шипа ол әрине саяхат. Ендеше Travorim компаниясы арқылы қалай саяхаттауға болатыны жайлы сөз ететін боламыз. Алдымен Travorim компаниясының аздап тарихына шолу жасай кетейін. Travorim компаниясының негізін қалаушылар Дэвид Харт және жолдасы Адела Харт. Travorim компаниясы 2013 жылы ақш-та негізі қаланған. 2019 жылы саяхатшылардың жабық клубына айналады. 2024 жылы 20 мамырда Қазақстан мемлекетінде ресми түрде тіркелген. Қазіргі таңда 3 басты кеңсесін атап өтуге болады. Ең бастапқысы Калифорния Темекула қаласында, одан кейін Испания Мадрид қаласында, кейінгісі Қазақстанның Алматы қаласында. Мына жерде өздеріңіз бақылап отқандай, ресми түрдегі іс қағаздары барлығы бар. Бірнеше қызметтерін атап өтуге болады. Әрине, Travorim компаниясының ең бастапқы қызметі қонақ үйлер, және де автокөлікті жалға алу, круиздар, курорттар, саябақтар, турлар, ойын-сауықтар және белсенді демалыс. Осындай бірнеше қызметтер бар екен. Travorim дегеніміз не? Travorim дегеніміз әлемді тану, саяхаттау, қосымша табыс көзі. Және өзіне деген сенімділік, жеке тұлғалық даму екен. Travorim компаниясының артықшылықтары жөнінде айтатын болсам, компаниядағы туристік серіктестік. Жылына 2 рет демалуға мүмкіндік бар. Туристік ұпайларды жинақтап, және оларды өз демалысыңызға пайдалануға болады. Турларды турагент бағасымен бұрындап, 60-70%-ға дейін үнемдеп, және 3%-ын кэшбэк ретінде қайтарып пайдалануға болады. Және ең бастысы бизнес жасауға да мүмкіндік бар екен. Әлемнің кез келген нүктесінде отырсаңыз да, мейлі ауылдық жерде, мейлі қалалық жерде отырсаңыз да, мейлі демалып жүрсеңіз де, қолыңызда ұялы телефоныңыз, ноутбугыңыз болса болғаны, яғни 24/7 табыс табуға мүмкіндік бар екен. Осындай керемет артықшылықтармен ерекшеленеді. Және де Travorim компаниясының бірнеше платформалар арқылы саяхаттауға болады. Ең алғашқысы Travel Site, туристік сайт. Travel Site платформасында турагенттерден де тиімді тарифтер, 50%, 60%, 70-80%-ға дейінгі жеңілдіктер бар екен. 3 миллионнан астам қонақ үйлер бар, және басқа да турагенттерге қарағанда бағалары жеңілдірек, яғни үнемдеуге болады. Басқа турагент деп тұрғаным Booking сайт, Expedia сайт, Priceline, тағысын тағы. Бізде әрине Қазақстанда көбісі Booking сайттан қарайды. Неге Booking сайтпен салыстырған кезде Travel сайтта бағасы, орысша айтқанда со скидкой деп жатамыз, яғни қалтаңыздағы ақшаңызды үнемдеуге болады. Және 3%-ын шығынды қайтаруға болады. Сол 3%-ы жинақталып, оны да жұмсауға болады. Және осы Travel Site платформасында бірнеше бөлімдері бар екен. Қонақ үйлер, автокөлікті жалға алу, круиздар жасауға болады, белсенді демалыс, ойын-сауықтар. Мәселен, қонақ үйлерден
Теңіз жағасында шаршап қалсаңыз, теңіздің үстінде де керемет мынау кемелерге шығып, керемет демалыс жасауға болады. Круиздар жасауға болады. Ал енді шетелге барып жатсаңыз, автокөлік қажет болып жатса, автокөлікті жалға да алуға болады. Немесе отбасыңызбен саяхаттап Парижге, тағы да басқа жерлерге, Дубайға деп, мысалы, ойын сауықтарын көргіңіз келсе, белсенді демалыс жасағыңыз келсе, осы travel сайт арқылы жеңілдікпен демалуға болады, жеңілдікпен қарастыруға болады. Өйткені әрине о жақта егер тікелей барып ойын сауықтарына баратын болсаңыздар, ол жерде туристерге басқаша қымбаттырақ бағаны айтады. Ал егер travel сайт арқылы баратын болсаңыздар, қалталарыңызда ақшаларыңызды үнемдей аласыздар. Керемет емес пе? Иә, меніңше керемет. Және де келесі платформа Getaways платформасы. Арманымыздағыдай керемет платформа. Бұл жерде ұпайларыңызды жинақтаңызда және көп адам болып, яғни топ болып демалыңыздар. 2000-нан астам курорттар бар, қонақ үйлер, көп бөлмелі қонақ үйлер, кухня студиялары бар, вилла, резорттар, апартамент деп жатамыз, коттедж үйлер, осындай керемет көп бөлмелі орындар. Егер сіз көп балалы отбасы болсаңыз, атасы, әжесі бар, бала шағаңыз бар, сондай көп балалы отбасы болып жатсаңыздар, мінекей Getaways платформасы өте ыңғайлы деп айтар едім. Егер кішкене сәбиіңіз болып жатса, ас үйі бар қонақ үйге барып, жаңағы сәбиіңіздің тағамын әзірлеп беру, ол да ыңғайлы. Немесе қазіргі таңда тренд бар, құрбы құрдастар жиналып, керемет шетелге барып, керемет туған күн тойлап деген сияқты, жаңа жыл мерекеңізді тойлап деген сияқты. Осындай трендті де өткізуге болады. Топ болып жиналып, 10 шақты құрбы құрдастар барып, шетелге шығып, туған күнін немесе басқа да мерекелік іс-шараларды осы Getaways платформасы арқылы өткізуге болады. Бір аккаунтпен 10 шақты адам жиналып баруға болады. Қандай тамаша, Және де келесі платформа Old Tours платформасы. Мысалы, жаңа Getaways платформасында, мінекей өздеріңіз көріп отқандай, мысал келтіріп кетейін, Канар аралына 8 күн 7 түн, негізгі бағасы $899 болатын болса, оны ұпаймен төлем жасап, қалтаңыздан салық ретінде 7 ғана доллармен осылай төлем жасауға болады. Жаңағы топ болып жиналып, осы Getaways платформасы арқылы барып демалуға болады. Мынау бір ғана мысал, негізі платформада бірнеше осындай керемет жерлерге демалуға болады. Келесі World Tours платформасы әлемдік саяхаттар, яғни жиналған ұпайларды пайдаланып, турлар арқылы саяхаттауға болады. Және бұл жердің ерекшелігі, ұпайларыңызды жинақтайсыз, және де уақыты белгілі турлар. Баратын күні де, қайтатын күні белгілі арнайы турлар. Мысалы, Дубайға 5 жұлдызды қонақ үйі, 6 күн 7 түн, негізгі бағасы $902 болатын болса, Travelymның бағасы ұпаймен, жинаған ұпайларыңызбен төлем жасап, қалтаңыздан небәрі $49 ғана 2 адамға төлем жасап демалып қайтуға болады. Осы турға айта кетейін, мен жолдасыммен бірге демалған болатынмын. Қалтамыздан $49 ғана төледік. Қалғаны ұпаймен төленген болатын. Керемет демалыс жасаған болатынбыз. Және келесіде балаларымызбен де барып демалған болатынбыз. Мінекей Саняға да Қытайға демалуға болады. 5 жұлдызды резорт қонақ үйі, 6 күн 7 түн, негізгі бағасы $1339 болатын болса, оны ұпаймен төлем жасап, қалтаңыздан небәрі $399 төлем жасайды екенсіз. 2 адамнан басталады. Бұл жерде барлығы 2 адамнан басталады. Бір аккаунт 2 адамға, Арасында балаңызды да қосуға болады, әртүрлі турларда. Біреуінде, мысалы, балалар қосуға болады, немесе кейде 2 адам ғана деген сияқты. Әртүрлі турлар әртүрлі, және адам саны да ол жерде әртүрлі болады. Және де тамақтары да біреуінде таңғы ас кіреді, біреуінде 3 рет тамақ ішуге болады деген сияқты. Осындай әртүрлі турлар
кездеседі. Осылай турлармен, және де ол турс платформасының ерекшелігі әлемнің түкпір-түкпірінен жиналған керемет траворим компаниясының серіктестері барлығы осы турлар бойынша демалып, бір-бірін көріп, бір-бірімен танысып, тіл үйренісіп, осылай қауышып керемет болып, мәре-сәре болып жатады. Менің ойымша, бұл да бір адамның дүниетанымын кеңейтеді. Солай емес пе? Ендеше осындай керемет саяхаттар жасап, қалай жасаймыз, қандай мүмкіндіктерін, осындай мүмкіндіктерін қалай пайдаланамыз десеңіз, мінекей бізге үш түрлі пакетті ұсынып отыр компания. Күміс пакет алғашқысы, екіншісі титан пакеті, үшінші платина пакеті. Күміс пакеті бір-ақ рет қана $69.95 төлем жасайсыз, айына $52 $52 төлем жасап отырасыз. Бұл жерде бірақ ұпай жоқ, тек қана Travel Site платформасы ғана бар, сондағы жеңілдіктермен ғана саяхат жасап келуге болады. Бірақ ұпай жинақтай алмайсыз, бизнеске кіре алмайсыз, өкінішке орай. Сондықтан да бұл пакетті мен тиімді пакет деп санамаймын. Келесі пакет титан пакеті, бір рет қана $149.95 төлем жасайсыз, ай сайын $75 абонемент төлеп отырасыз, және сізге 150 саяхаттайтын ұпай беріп отырады. Барлық платформалар бар, бірақ 50%-дан аспайды жеңілдіктері. Және де бір өкініштісі, бұл жерде жылына бір-ақ рет қана саяхаттауға мүмкіндік бар. Бизнес жасауға аздап енді қолайсыз деп айтуға болады. Сондықтан да бұл пакетті де мен өз жақындарыма ұсына қоймаймын. Ал енді біз жақындарымызға айтамыз, ең бірінші өзіміздің жақындарымызға, құрбы-құрдастарымызға, дос-жарандарымызға айтамыз. Және де олардың да біз сияқты саяхаттап, бизнес жасағанын қалап отырамыз. Мінекей, осылай жақындарыма айтатын ең керемет пакет ол платина пакеті. Мен айтам ылғи да VIP пакет деп. VIP персондар, VIP серіктестер жиналатын керемет пакет. Мысалы, бір ресторанға барсаңыз, бір комнатаны, бір бөлмені керемет бір күштілеп тұрып жасап қояды да, бұл жерге VIP қонақтар ғана кіреді деп айтатын, осындай бір мысал келтіруге болады, VIP қонақтар ғана кіреді деп. Оған басқа қонақтар кіре алмайды. Шынымен де, ал міне біздің платина пакетіне VIP серіктестер ғана жиналады екен. Бұл жерде платина пакет жөнінде айтатын болсам, бір-ақ рет қана $269.95-дан төлем жасап тіркелесіз осы платина пакетіне. Барлық платформалардың барлығы бар, және де 80%-ға дейін жеңілдіктері бар екен, және де бір рет тегін демалысты компанияның атынан сый сияпаты тағы да бар. Қонақ үйде тегін демалуға болады. Осындай керемет бонус ретінде сый сияпат білдіріп отыр компания. Және де платина пакетіне тіркелгеннен кейін клиент ретінде де саяхаттауға болады, немесе партнер ретінде де саяхатта ары қарай бизнес жасауға болады. Алдымен клиент жөнінде ретінде қалай саяхаттауға болатынын айтып кетейін. Егер сіз платина пакеті бойынша тіркеліп, ары қарай клиент боламын дейтін болсаңыз, келесі айдан бастап, өйткені келесі ай дейтін себебім, жаңа $269.95 ішінде 270 travel бал, яғни 270 ұпай бар соның ішінде кіреді. Енді сізге келесі айдан бастап, өзіңіз ұпайларды жинақтап отыру керексіз. Яғни, келесі айдан бастап $135-дан абонемент төлейсіз. Орысша айтқанда абонплата деп айтады ғой, солай абонемент төлеп отырасыз. Яғни, мысалы, мен фитнес-клубқа барамын, ай сайын 30 мыңнан төлем жасаймын. 30 мың төлем жасаймын, маған 15 рет фитнес-клубқа баруға болатынын рұқсат береді. 15 рет барып мен айналсам спортпен, оған мен 30 мың төлеймін. Егер төлемесем, мен ол фитнес-клубқа кіре алмаймын. Сол сияқты ұялы телефонымызда, мысалы, ұялы телефонымызға ай сайын төлем жасап отырамыз, 5-6 мыңнан, 6-7 мыңнан немесе. Төлем жасаймыз. Егер төлем жасамасақ, бізде байланыс интернет жоқ. Егер төлем жасаса, біз әрқашанда байланыстамыз. Мінекей осы сияқты, яғни егер сіз төлем жасасаңыз,
абонемент жасасаңыз, сіз осы пакеттің ішінде Travelling компаниясының серіктесі ретінде жүре аласыз. Сонымен келесі айдан бастап $135 абонемент төледіңіз, сізге компания 270 travel ұпайды береді. Travel бал деп жатамыз, point деп жатамыз, немесе ұпай деп жатамыз, иә? Саяхат жасайтын ұпайды береді. Келесі айда тағы солай $135 абонемент төлейсіз, сізге 270 саяхаттайтын ұпай береді. Осылайша ұпайларыңызды жинақтайсыз да, жиналған ұпайыңызбен демалып, 6 айдан кейін шамамен жинақтап демалыс жасауға болады. Клиент болудың бір пайдасын айтайын. Клиент болу да өте үлкен пайдалы, әсіресе басқа жерлерде жұмыс істейтін адамдар үшін, басқа жерде бизнес жасайтын адамдар үшін, иә, өте пайдалы десек болады. Қолдар тимейді, мысалы, уақыт жоқ дейтін адамдар үшін, иә, ол қалай пайдасы? Ең бірінші, сіз ешкімге қарыз емессіз. Яғни бұл кредит емес. Қазіргі таңда көбісі кредитқа алып саяхат жасайтын адамдар өте көп, иә? Кредит дегеннің өзі ол қарыз дегенді білдіреді. Яғни саяхаттау үшін кредитке төлем жасап демалыс алады. Керемет демалыс жасап келеді. Демалғанда әрине энергия жинайды, күш жинайды. Я, солай күшті бір потокпенен келеді. Содан кейін 2 жыл жаңағы демалған кредитін өтейді. Ол дегеніміз бүкіл жаңағы жинаған күш, жігер, энергиясын жаңағы кредитін төлеп, қайтадан нөлге түсіреді, жоғалтып алады. Оның ешқандай да пайдасы болмайды. Ал бізде демалғанға дейін жоспарлы түрде жинақтайды. Яғни оның өзі адамға күш, жігер, мотивация береді. Оның өзі. Өйткені мысалы қазір қаңтар айы болатын болса, ақпан айы, иә? Мен мысалы, егер клиент болатын болса, мысалы, наурыз айына бронь жасап қоямын, мысалы, иә. Оған дейін мен ұпайларымды өзім абонемент төлем жасап отырып жинақтаймын. Оның өзі мен жаңағы наурыз айында демалам дегеннің өзі мен үшін бір үлкен мотивация. Мен үшін бір үлкен күш береді. Өйткені менің алдымда демалыс бар. Демалып келемде мен ешкімге қарыз емеспін. Көрдіңіздер ме, қандай керемет. Жоспарлы түрде, яғни жоспарлы түрде демалыс. Қазіргі таңда, әрине, көбісінің айтуы мүмкін, горячий тур, ыстық турлар арқылы демала алам деп, иә. Мысалы, мен үшін горячий тур деген ол өте бір тиімсіз. Маған міндетті түрде жоспарлы түрде тур демалуым керек. Өйткені менің 5 бала шағам бар. Оларды арнайы дайындауым керек бір жерге бару үшін, иә. Ойбай, горячий тур шықты, кеттік деп бәрін ала салып, немесе оларды қалдыра салып, маған өте ыңғайсыз, олай шыға алмайды екенмін, мысалы, иә. Көбісіне ол ыңғайсыз. 1-2 күнде тезде жиналып, бала шағасын қалдыра салып, ал мен кеттім деп шыға салу. Немесе балалармен ал кеттік деп, оған да ақша керек қой. Мінекей, ол да ыңғайсыз. Ал егер сіз платина пакеті бойынша тіркеліп, егер сіз тіпті клиент болсаңыз, жаңа жоспарлы түрде ұпайларыңызды жинақтап, жиналған ұпайларыңызбен төлем жасап, демалып келетін болсаңыз, ол өте тиімді деп ойлаймын. Және де ұпайларыңызды жинақтап жатқан кезде travel сайт арқылы жеңілдікпен де баратын жеріңізге барып келуге болады. Иә, мысалы, Қазақстанда да әдемі жерлер бар, соны да көруге болады, демалуға болады. Мысалы, иә, немесе тегін демалысыңызды да пайдалануға болады. Ұпай жинақталғанша тегін де демалыс жасап келуге болады. Осындай кереметін пайдасын, тиімділігін мен айтқым келіп отыр. Ал ары қарай кеттік, серіктестіктің құрудың пайдасы. Және де жылына жаңағы 200 мына жерде платина пакетінің ішінде, мысалы, $269.95 дедік қой. Бұл жерде $100 серіктестіктің төлемі, иә, мысалы. Енді келесі айдан жылына сізге $99.95 бір рет қана төлем жасау керек болады, серіктестіктің келісімі, иә. Компаниямен серіктестікке келісім құрасыз.
Яғни сіз серіктестік болған кезде оның пайдасы не дейсін болсаңыз, сіздің өзіңіздің жеке веб-сайтыңыз болады, бэк-офисіңіз болады, маркетингтік видеолар болады, оқулар, яғни дайын бизнес. Ештеңені ойдан шығарып, басынан нөлден бастап қажеті жоқ. Сізге дайын бизнесті жасап беріп отыр. Мінекей, бастай бер деп. Сіз соған қарап, ары қарай дамытып, өрбітіп ал кетуге болады. Және де тұлғалық өсу бар. Барлық платформалар бар сол кабинетіңіздің ішінде. Және де Травориум университеті деген бар. Ол жерде барлық сіздің алдыңызда керемет статустарға жеткен амбассадорлардың сабақтары бар, оқулары, тәжірибелері, жүріп өткен жолы, қалай жетістікке жетті. Сол жөнінде сіздерге өздерінің ақыл кеңестерімен, тәжірибелерімен бөлісетін болады. Сол кісілердің жүрген жолдарын, үлгілерін қарап, қайталап, сізде бизнес жасап, сізде жетістікке жете аласыз. Осындай жеке кабинетіңізде бүкіл жаңағы саяхаттайтын платформаларыңыз бар, бронь жасап, керемет саяхаттарыңызды кабинетіңізден қарай беруге болады. Барлық бизнесіңіздің барлық ол жерде цифрлардың барлығы сол өзіңіздің кабинетіңізде көрініп тұрады. Ендеше жаңағы платина пакетіне қайтадан оралайық. Жаңа бастапқыда айтқан болатын, клиент болудың пайдасы, иә? Сіз ай сайын $135 абонемент төлеп отырасыз, сізге 270 саяхаттайтын ұпай компания беріп отырады дедім, иә? Осылайша ұпайларыңызды жинақтап, жоспарлы түрде керемет демалыс жасауға болады дедім, иә? Ешқандай қиналмай, өзіңіздің шаруаларыңызды істеп жүре беріп, ешкімді шақырмай. Ал енді партнер болудың пайдасы. Бұл жерде партнер болып та тегін де керемет саяхат жасауға болады. Яғни өзіңіз тіркелгеннен кейін, өзіңізден кейін 3 адаммен осы ақпаратпен бөлісесіз. Яғни Травориум компаниясына өзіңіздің 3 жақын адамыңызды шақырасыз. Өзіңізден кейін өз командаңызға. 3 адамыңыз келгеннен кейін сізге компания күн сайын $445 төлем жасап отырады. Күн сайын. Айына $445 жинақталып, шамамен 30-31 күн бар дейтін болса, $135-137 құрайды. Солай емес пе? Сол $135 компания алады да, жаңағы абонементіңіздің құны, иә, $135 алады да, сізге 270 саяхаттайтын ұпай береді. Келесі айда тағы да солай, келесі айда тағы да солай. Тек компанияның бір ғана шарты бар, бастапқыда кірген 3 адамыңыз белсенді болу шарт. Яғни олар да сіз сияқты партнер болады, серіктес болады, бизнеске кіреді, және де немесе клиент болады, өздері ұпай жинап саяхаттайды. Яғни белсенділік, осындай белсенділік танытуы қажет. Кіріп алып, одан кейін ары қарай ұйықтауға болмайды. Мінекей, осылайша ары қарай сіз 3 адам тіркелгеннен кейін тегін мүшелік аласыз. Мына жерде схеманы қарап отырсаңыз, мінекей, сіз және қосымша 3 адам серіктесіңіз, иә? Мына жерде тегін мүшелік алдыңыз. Және де ең кереметі платина директор деген керемет статусқа, дәрежеге шығасыз. Платина директоры бұл сіздің алғашқы баспалдағыңыз. Ары қарай осы дәрежелер, деңгейлер ары қарай өсе береді. Ары қарай кеттік. Мына жерде ең алғашқысы жаңа платина директор болса, одан кейінгісі 1 жұлдызды директор. Бұл жерде енді жаңа сізде бастапқыда 3 жақыныңызды кіргізген болсаңыз, мына жерде тағы да бір өзіңізге тағы да бір жақын адамыңызды қосасыз, жеке серіктесіңізді, яғни 4 адам болу шарт. Ал қалғандары, мінекей мына жерде оң жағыңызда 8 адам, сол жағыңызда 8 адам, яғни бұл жерде бинар системасы бойынша, бинар жүйесі бойынша, яғни 2 тармақ бар, иә? Сіздің астыңызда 2 тармақ бар дейік. Оң жағыңызда 8 адам, сол жағыңызда 8 адам, күніне сізге компания $10 төлеп тұрады. Айына $300-400, жылына $4800 табысқа шығасыз. Келесі 2 жұлдызды директор. Бұл жерде оң жағыңызда 25 адам, сол жағыңызда 25 адам. Осының ішінде 5 жеке серіктес сіздікі. Өзіңіздің жеке, өзіңіздің кіргізген жеке адамыңыз, иә? Ол 5. Қалғандары команданыңыздың адамдары, команда. Яғни сіздің кіргізген адамдарыңыздың адамдары, немесе сіздің үстіңіздегі спонсорларыңыздан жиналған адамдар, иә?
Күн сайын компания $25 сізге төлем жасайды, айына $750,000 төлем ақыға шығасыз. Жылына $18,000 керемет табысқа шығасыз. Одан кейінгі 3 жұлдызды директор, сіздікі жеке серіктесіңіз жетеу болу шарт бұл жерде. Оң жағыңызда 63, сол жағыңызда 63, жалпы командалық адамдар, оның ішінде жетеу сіздікі. $70 күн сайын беріледі, $2100-2400 ай сайын айлығыңыз, ал жылына $28,800 шамасында жылдық табыс көзге шығасыз. Келесі 4 жұлдызды директор, 8-9-ы жеке серіктес сіздікі, мына жерде 8 деп жазылып тұр, негізі 9-ы. 9 жеке серіктесіңіз сіздің өзіңіздің жеке адамыңыз кіргізген, қалған адамдары сіздің командаңыздан жинақталған адамдар. Егер жалпылама түрде айтатын болсақ, оң жағыңызда 125, сол жағыңызда 125 адам болу шарт. Ішінде сіздікі 9-ы. Күн сайын компания $100 сізге төлем жасайды, айына 3100-3500 көлемінде айлыққа шығасыз таза. Және жылына $42,000 табыс көзіңізге ұлғаяды. Келесі дәреже, келесі деңгей бұл амбассадор мәртебесі. Амбассадор статусында сізде 9 жеке серіктесіңіз болуы шарт. Оң жағыңызда 188, сол жағыңызда 188, бұл жалпылама түрде, сіздікі 9. Күн сайын компания $140 төлем жасайды, айына 4340, $10,460 шамасында айлыққа шығасыз. Қараңызшы, $10,000 алып жатсаңыз қандай керемет, иә? Енді жылына $80,000, $100,000 деп өзіңіз есептей берсеңіз болады, солай керемет өсе береді. Осындай керемет айлыққа шыққыңыз келе ме? Әрине келеді деп ойлаймын, иә? Және де амбассадормен шектелмейді, ары қарай да 1 жұлдызды амбассадор, 2 жұлдызды, 3 жұлдыз, 4 жұлдыз, 5 жұлдызды амбассадор болып өсе береді. Яғни сіз де өскен сайын сіздің де дәрежеңіз де, сіздің де деңгейіңіз де жоғарылап, яғни мәртебеңіз жоғарылап, табыс көзіңіз де өсе береді. Әр деңгейге жеткен сайын табыс көзі де өседі, мәртебеңіз арта түседі, яғни. Және де айта кететін, бұл жерде командалық жұмыс өте маңызды. Өйткені қараңыз, кейбір адамдар былай ойлайды, мен қазір кірем, бастапқыда кірген адамдар барлық ақшаның бәрін алып кетті, ал маған ешқандай ақша жоқ деген сияқты. Сөйтіп те ойлауы мүмкін, иә, кейбір адамдар. Жоқ, олай емес. Бұл жерде командалық жұмыс өте маңызды. Яғни амбассадор болу үшін енді кірген жаңа жас серіктесті жоғары шығару керек. Сол кезде ғана амбассадор болады. 4 жұлдызды директор болу үшін енді ғана кірген жас серіктесті 1 жұлдызды, 2 жұлдызды, 3 жұлдызды директорға шығару керек. Сол кезде ғана 4 жұлдызды директор, немесе амбассадор, одан кейін 1 жұлдызды амбассадор бол, солай өседі екен. Неге қараңызшы? Яғни бір-бірімен тығыз байланысты, жұмыла кіріскен жүк жеңіл деп жатады. Керемет емес пе, иә? Маған өте қатты ұнайды бұл жері. Және де компания бізді сыйлықсыз қалдырмайды екен. Сыйлықтар жөнінде айтатын болсам, 2 жұлдыз директор деңгейінде гауһар тастары бар, керемет жүзік сыйға тартады. Амбассадор мәртебесіне жеткен кезде Louis Vuitton брендінен $3,000 сертификат береді. Мінекей мына жерде қарап отырсаңыздар, біздің бал-бұл жанған бақыттан басымыз айналған фотосурет естелік, иә? Қараңыздар, мені іздеп қарап тауып алсаңыздар болады, мына жерде соңында тұрмын, шетінде. Жолдасым екеуміз. Яғни осындай керемет Louis Vuittonға барып, бізді Louis Vuittonды 2 сағатқа жауып тастады. Ішінде біз ғана жүрміз, яғни серіктестер ғана, Travelling компаниясының, ал қалған сырттан адамдар, ешқандай адамдарды кіргізбейді. Солай бізді ғана құрметтеп, керемет фуршет жасап, сый-сияпатын беріп, өзімізге таңдатып, жаңағы сыйлықтарымызды, иә, барлығымыз енді әйел азаматтар көбінесе солар ғой. Бір-бірімізге қарап, қай сөмкені алсам болады, мынау жақсы ма, мынау әдемі ма, қалай деп, біреулер аяқ киім, кроссовкаларын таңдап жатыр, біреулер үстіне пальтосын таңдап жатыр. Сондай бір керемет, бір сәт, бақытты сәт болды. Осындай бақытты сәтті әрине сізге де қалаймын, сізге де жұғысты болсын деймін, иә? Әр әйел адамы осындай брендтен киініп, брендтен сөмке ұстауға әбден лайықты деп ойлаймын.
Және де амбассадор статусындағы серіктеске 2 адамға тегін демалыс, жылына 1 рет тегін демалыс береді. Ұшақты да өздері төлейді компания, қонақ үйді де өздері төлейді компания, яғни ойын сауықтарды тағы да қоса алғанда. Біз 2025 жылы Таиландқа барған болатынбыз, осы слет амбассадорға. Яғни керемет, ұшағымызды да жолдасымыз екеумізге төлеп берді. Жататын жеріміз, қонақ үйіміз 5 жұлдызды отельді да төлеп берді, және де 3 мезгілді тамағымызды да төлеп берді. 3 мезгіл тамақ ішіп, және де қалтамызға $2,500 сый сияпатымызды тағы да берді. Керемет, иә? Қараңызшы. Яғни компанияның беретін сый сияпаты, көрсететін құрметі өте ерекше. Және 3 жұлдызды амбассадор мәртебесіне шыққан кезде Омега деген керемет брендтің қол сағаты тағы да сыйға тартылады екен. Шатаспасам, ол қол сағаттың құны негізгі $8,000 болып тұрады екен. Әйел адамдарға нәзігін, ер адамдарға мынандай салмақтысын солай сыйға тартады. Яғни, травориумға ғашық болсаң, ол да саған ашық болады деймін. Саяхат адамды өзгертеді дейді. Шыныменен де, иә? Саяхаттаған адамның дүниетанымы өседі. Бұл жерде тұлғалық өсу бар, рухани жаңару бар, және өмірге деген көзқарастары жаңара түседі. Сондықтан да саяхатты өзіңе салған ең керемет инвестиция деп біліңіз. Саяхат адамды өзгертеді екен. Ол ойды кеңейтеді, энергияны көтереді, бүкіл қорқынышымызды азайтады екен. Жаңа жер, жаңа мүмкіндік, жаңа сенім, жаңа сен, жаңа мен, жаңа біз, жаңа сіз дегім келеді. Ендеше, өміріңізді өзгерткіңіз келсе, траворуммен бірге тез арада жолға шығыңыз. Саяхаттың отбасы үшін беретін пайдасы өте ерекше дегім келеді. Саяхат отбасы мүшелерін жақындастырып, бірлікті нығайтады екен. Бірге өткізген уақыт керемет өтеді. Және де мынау балалардың дүниетанымы кеңейіп, жалпы өмірге деген көзқарасы өзгеріп келеді екен. Неге бақылап отырсаңыздар, мынау менің отбасым, жолдасым, 5 қаншайымым, неке. Және мен, иә, ең алғашқы олармен Дубайға барған кезде, олар жаңағы Дубайдағы барлық кереметтерді көріп, тамсанып, олардың бақытты жүзін көрген кезде, біз де өзіміз де бақытты болдық, керемет. Менің бір арманым, осы траворум компаниясындағы кіргендегі ең бірінші мақсатым, осы балаларымды, әлемді көрсету болатын балаларыма. Неге осы Дубайға барған кезде, шыныменен де балаларымның бал-бұл жанған жүздерін көріп, өзімде бір Аллаға мыңда бір рахметімді айтқан болатын. Және де мынау саяхат деген балалар үшін, отбасы үшін өте бір пайдалы дегім келеді. Өйткені менің балаларым, мысалы, менің бақылағаным саяхаттаған кезде, саяхатқа дейін оларды ағылшын тіліне біз мәжбүрлеген болатын болсақ, оқыңдар, ертең сендерге керек болады деп. Ал саяхатқа шыққаннан кейін, мысалы, Дубайға барып келгеннен кейін, олар өздері оқитын болды. Өздері бізге айтатын болды. Анашым, әкетай, біз курсқа жазылсақ бола ма? Бізге тіл үйрену керек, ағылшын тілін үйренгіміз келеді деп. Немесе олар бір мақсаттар құра бастады, арман картасын жасай бастады. Келесі жылы біз ана жаққа саяхаттайық, келесі жылы біз Парижге барайық, өскенде мен керемет Парижда жұмыс жасайтын боламын, немесе бір Дубайға барып, сондай бір керемет істерді атқаратын боламын деп, сондай бір ұлы керемет бір мақсат, арман қоя бастайды. Өте бір олардың ондай тілектерін көріп, олардың өскенін көріп, анасы ретінде өзім бір шыныменен де мынау саяхат дегеннің балалар үшін пайдасының зор екенін ұға бастадым. Шыныменен де. Және де ең бір кереметі, қараңызшы, саяхат жасаған кезде отбасымен, иә, ата-ананың, мысалы, балаларға саяхат берді. Ал балалар мен ата-ананың олардың естерінде мәңгі осы саяхат деген есте қалады емес пе? Ертең олар өседі,
Саяхаттамайды емес, демалмайды емес, әрине. Мысалы, менің қыздарым ертең өсіп күйге шығады. Олардың да отбасы болады, иә, олар да қыдырады, демалады, саяхаттайды. Бірақ осы бір ата-анамен өткізген балалық шағы, ол мәңгі есте қалады. Шіркін, олар бір бастары қосылып жиналған кезде сосын шіркін, баяғы кезде, бала кезімізде естеріңде ме? Әкемізбен бірге анда барып едік, анамызбен бірге үйтіп едік, бүйтіп едік, ана жақты көріп едік, сондай бір керемет естеліктер болып еді деп бір-бірлеріне әңгіме айтып, бір-бірлерінде керемет естеріне салып, еске алып отыратын болады. Біз деген ата-ана ол мәңгілік емес. Бір күні әрине кетеміз бұл өмірден де. Иә, өтеміз. Ал бірақ бала деген олар мынау оларға берген тәлім тәрбие ол мәңгілік деп ойлаймын. Біз балаларымызға қалай саяхаттау керек екенін үйрететін болсақ, ертеңгі күні балаларымыз да өз балаларына қалай саяхаттап, қалай мынау өмірді тану керек екен, қалай дүниетанымды кеңейту керек екен, олар да үйрететін болады. Осылайша ұрпақтан ұрпаққа мынау тәлім тәрбие дәстүр бойынша дәстүр болып қала бермек. Керемет емес пе, иә? Менің ойымша өте бір керемет дәстүр деп ойлаймын. Қорытындылай келсек, саяхат бұл жай ғана демалыс емес. Ол отбасының бірлігін арттыратын, рухани байытатын, өмірге деген көзқарасты кеңейтетін маңызды құрал. Бірге саяхаттаған отбасы бұл берік, ынтымағы керемет бір сондай отбасы дегім келеді. Яғни отбасының саяхат деген отбасының байланысын күшейтеді дегім келеді. Траворим сіздің ең сенімді бағытыңыз болсын дегім келеді. Неге әне-міне дегенше бүгінгі презентациямда өз мәресіне жетіп қалды. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға көп-көп рахмет. Сіздермен бүгінгі ақпаратты бөліскен мен Луиза Жәнібекқызы. Бізбен бірге саяхаттаңыз, бізбен бірге әлемді таныңыз, бізбен бірге үлкен-үлкен жетістікке шығыңыз деймін.